Қайырлы күн достар, сіздермен бірге болсын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бүгін өте керемет, жұп-жұмсақ бауырсақ дайындайтын боламыз. Маған осындай ортасы ашық болып пісетін, ортасында ауа қалып қоятын осындай бауырсақтар ұнайды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай. Ендеше бастаймыз. Ең бірінші бізге апарасын дайындап алу қажет. Ыдысымызға ұнымызды, жылы суымызды қосып, ұнымызды езіп аламыз. Ары қарай ашытқымызды қосамыз, тағы да араластырамыз. Одан кейін 2 үлкен қасықпен ас қасық қантымызды салып, тағы да араластырамыз. Барлығын біркелкі араластырып алғаннан кейін апарамызды жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Апарамыз көтерілу қажет. Ендігі үлкен ыдысымызға қажетінше ұнымызды салып аламыз. Апарамыз осындай әдемі болып көтерілді. Өте әдемі. Осы ұнымыздың үстіне құямыз. Енді жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Және де 2 ас қасық майонез қосамыз. Тұзды суымызды дайындап аламыз. Алдын ала жылы су. Барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. 1 үлкен қасық сұйық май қосып жібереміз. Қамырымызды жұмсақ қып илейміз. Қамырымыз дайын. Енді бетін таза пакетпен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілу қажет. 1 сағаттай уақыт өтті. Қамырымыз өте керемет болып көтерілді. Өте әдемі. Қамырымыз дайын. Енді қамырымызды дастархан бетіне түсіріп, бөліп дайындап қоямыз. Достар, мен бұл қамырдың 1/2-сына бауырсақ, 1/2-сынан сосиски в тесте жасайтын боламын. Бұл видеода тек қана бауырсақты ғана көрсететін боламын. Енді қамырымызды алып, дайындап, жайып аламыз. Өте қатты жұқа емес, және де қалың емес, орташа қып жайып аламыз. Бізге домалақ ыдыс қажет. Домалақ ыдыстың көмегімен осылай домалақ қып кесіп аламыз. Барлығын осылай кесіп дайындап аламыз. Оған дейін табамызға майын құйып, қыздырып қоятын боламыз. Осылай домалақ қып кесіп алғаннан кейін ағаш таяқшаның үстіне қойып, тізіп, жинап аламыз. Ендігі кезекте қызып тұрған майымыздың үстіне бауырсақтарымызды салып, пісіріп алатын боламыз. Өте әдемі болып көтеріліп жатыр. 2 шетінде аударып, қызартып, пісіріп алатын боламыз. Ыдысымызды дайындап қоямыз, бауырсақтарымызды салатын. 2 жағы да піскен бауырсақтарды алып алатын боламыз. Барлық бауырсақтарымызды дәл осылай пісіріп аламыз. Достар, өте керемет, жұп-жұмсақ бауырсақтарымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай, өте дәмді, керемет бауырсақтар. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған болсын. Астарыңыз тәмді болсын.